Процесс внедрения водосберегающих технологий идет крайне медленно. Отсутствует культура ответственного водопотребления. Геннадий Языков қалалық ардагерлер кеңесінің белсендісі. Бүгін олар отбасымен бірге ел президентінің Қазақстан халқына жолдауын тамашалады. Бұл олар үшін жыл сайынғы дәстүр. 76 жастағы зейнеткер мемлекет басшысының жолдауын жұбайы және немересімен бірге тыңдады. Ардагер әсіресе туризм және әскерді жетілдіру саласындағы ұсыныстарды атап өтті. Геннадий Назаровичтің айтуынша, бұл ел экономикасының өсуіне серпін болмақ. В послании очень много сказано. Жолдауда біздің барлық проблемаларымыз, энергетикалық ресурстар, және денсаулық сақтау, білім беру, мемлекетіміздің әскери қуаты туралы көп айтылған. Оны нығайту керек. Әскери өнімдер шығаратын зауыттар қайтадан жұмыс істеуі керек. Сол кезде Қазақстанның күші әскері болады. Шәкіртақыны көбейту. Біздің академиялық корпусымыз бен студенттеріміздің барлық ғылыми және практикалық жетістіктерге жетуі үшін студенттер туралы көп айтты. Мұның бәрі Қазақстанымыздың бұдан да жақсырақ гүлденуі және өзінің техникалық желісі бойынша жақсы деңгейде алға жылжуы үшін қажет деп есептеймін. Мемлекет басшысы елдің дамуы үшін көптеген реформаларды қабылдап, халыққа жолдау үніндеді. Оның ішінде атом электр станциясының құрылысы, туризмнің дамуы, қуатты әскер құру және тағы да басқалары аса назарда. Азат Берікұлы, Қазбек Арықбаев, Первый Северный.